Баршаңызға сәлем, менің есімім Мөлдір. Мен Қытай және Түркия сайттарының экспертімін. Сол сайттардан өздеріңіз посредниксіз, процентсіз заказ беруді үйретемін және Каспи сайтында сатуды үйретемін. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз тауардың өз салмағын есептеуді және бізге келуімен қаншаға түседі, соны есептеуді үйренетін боламыз. Міндетті түрде осы арнаға жазылып, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне 1688 сайтынан мен осындай сковородкалар сатып алған болатынмын. 1688 сайтында өздеріңіз білетіндей доставка платный өз бағасы 24-те 70, сковородканың доставкамен 28-де $2 түседі. Каргоның складына дейін Қытайдағы. Осыны қазіргі курсқа көбейтеміз. Қазіргі курс бізде 71 болып тұр примерно. Өз бағасы бізге 2002 теңгеге түседі екен. Енді бұның салмағын есептеуді үйренетін боламыз. Осы сковородкалардың үстінен басқан кезде 2 рет басамыз картинкаларына. Осындай основной бет шығады сковородкалардың. Енді бұл жерде салмақты қай жерден білеміз? Салмақты бұл жерден ең астына түсе береміз. Ең астына түскен кезде осындай описание бет шығады. Қай сковородка қандай салмағы, өлшемі қандай, комплектте қанша штук болады, барлығы осындай жазылып тұратын бет шығады. Кейбір заттарда болмайды, кейбір заттарда болмаған жағдайда, ол жағдайда сатушыға жазып, таза салмағын, какой вес деп сұрап аламыз. Мына жерде мысалы менің жаңағы сковородкам 3-ші болып тұр, 0,7 килограмм деп жазып қойған. Яғни 700 грамм. Енді қайтадан калькуляторға өтеміз. Мынаны есте сақтап немесе жазып аламыз 2002 теңге деп. Енді 0,7-ні карголарыңыз қанша доллардан за килограмм алады, соны біліп алу керек алдын ала, соған көбейтеміз. Менің каргом 5-те $2 алады. И қазіргі курс долларға көбейтеміз. Карголардың барлығы білесіздер, тек қана доллармен жұмыс істейді. 474. Мен мысалы алып жатырмын. Курс әртүрлі болуы мүмкін. Осыған көбейтеміз. Сонда бізге доставкасы 1725 теңгеге түседі. Плюс 2,2 теңгеге өз бағасын қосамыз. Келуімен бұл сковородка бізге 3727,5 теңгеге түседі екен. Енді осыған арғарай сататын болсаңыздар, өздеріңіздің бағаларыңызды қосып, арғарай сата бересіздер. Бірақ бізге өзі келуімен 3727 теңгеге түседі екен. Бұл примерно. Немесе тағы да бір жолы бар, үйге товарыңыз келген кезде таразыға қойып, затты сол кезде сізге қаншаға келгенін есептесеңіз де болады. 2002 теңге өз бағасы таразыға қойып, қазір көреміз осы затты. Қараңыздар, весы 0,0 де тұр. Мынаны қоямыз, 0,55 деп шықты. Осыдан есептейміз. Міне осындай оңай ережелерді жаттап алатын болсаңыздар, осы формуламен есептейтін болсаңыздар, әр затыңыздың келу бағасын оңай есептеп біліп отыратын боласыздар. Міндетті түрде менің каналыма жазылып алыңыздар, алда әлі көп пайдалы ақпараттар айтып отыратын боламын.